Саламатсыздар ма? Бүгін біз картошка және фарштан ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Көреміз. Бізге осындай 6-7 аршылған картошка керек. Бұл картошкаларды біз жуып алдық, сыртын ашып алдық. Енді осылай дәл ортасынан бөлеміз осылай. Осылай бөліп алдық. Енді осы картошкаларымыздың ортасын оямыз былайынан. Міне осындай қылып ойып аламыз бәрін. Енді осы картошкамыздың ішіне салатын салмасын, яғни начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге фарш жарты килограммдай, және бір средний жуа, және бір бас чеснок керек. Жуамызды сақтап тураймыз. Және кішкене қара бұрыш. Және тұз. Фаршымыз тұздалмаған, сондықтан тұзды кішкене көбірек саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Начинкамызды араластырып дайындап алдық. Енді тавамызды қыздырып, үстіне май құйып, картошкаларымызды бір бетінен кішкене қуырып аламыз. Міне осылай қатты қызартпай, ақырындап қуырып аламыз. Екі жағынан. Картошкамызды осылай қызартып алдық майға. Енді кейбіреулерін майға қуырған жоқпын, себебі өте қатты майлы болып кете ме деп. Осылай араластырып жасайтын болам. Енді осы картошкамыздың ішіне осы начинкамызды салмасын салып аламыз осылай. Мен бұл картошканы неге майға қуырды екен деп ойлап жатқан боларсыздар. Майға қуырсақ, қазір біз бұл картошканы духовкаға саламыз. Өзінің формасын жоғалтпай, осылай қазір өте үлкен градуста піскен кезде формасын жоғалтпай, осылай қызарып, қатып тұрады. Сол себепті майға қуырып алдым. Майға қызартып кішкене ішінен сыртынан көрдіңіздер ғой жаңа. Дәл солай қызартып алыңыздар. Ерінбесеңіздер. Енді бізге осындай сыр және осындай екі қызанақ керек. Қызанағымызды жұқалап
осылай жіңішкелеп турап аламыз. Енді осы сырымызды осы картошкамыздың бетіне өйстіп қойып шығамыз. Сіздер енді осындай сиырдың, қойдың етін ұнатпайтын болсаңыздар, тауықтың етінен де жасауға болады бұны. Сиыр вообще қоспасаңыздар да болады. Әркім өзінің фантазиясына байланысты жасайды. Если дәл осылай жасап көрем десеңіздер, әрине жасап көруге болады. Сырымыздың бәрін қойып шықтық. Енді осылай бетіне қызанағымызды қоямыз. Енді бетіне кішкене тұз сеуіп 180 градус пешімізге 30-35 минутқа қойып пісіреміз. Тағамымыз дайын болды. Бисмиллах деп дәмін көрейік. Осындай. Керемет. Жаңа қуырғаннан қосыр тақырына. Супер жан. Керемет екен. Күшті екен. Тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.